Нығыметтің кілті. Көп күтірмей оң жақтағы карибан періштем қуанышты хабар жеткізді. Сүйінші, жерге қайтатын болдың деп өзімнен бетер алақайлап. Раббым тілегіңді қабыл қылды. Өз бейнемді қайтара ма? Өз пенделік қалпыңда мұндай бұрын соңды болған емес, саған айрықша пейіл түскен. Не үшін? Аллах адамзатты махаббатпен жаратқан ғой. Бұл мақұлықтан гөрі адамға ықыласы ерекше. Оның кез келген ізгілікті тілегін орындайды. Бақ қашса, бақ дәулет мансап сұрамай, аздан инсап тұтқанға риза. Пендем пейіштен қашса, бәріне бірдей жаға бермейтіндей пейіштің де кемшілігі болғаны. Қалаған жеріңе барып, өз пейішін жашасын деп саған зор нығмет сыйлапты. Міне көрдің бе? Періште усын жазып қалып еді, аппақ нұр жарқ етіп, алақаннан асып төгілді. Бұл не дедім таңырқап? Аллахтың мөрі, әкел қолыңды. Мен қолымды создым. Періште оң жақ алақаныма мөрді басып, сәл ұстап тұрды. Өн бойымды дір еткізіп, жып-жылы нұр шарпып өтті. Мөрді алғанда алақанның ортасы дөңгеленіп, көз пайда болды. Көкшіл жалын лыппыл қағып бірте-бірте жайлап сөне берді. Я Раббым, бір өзіңе мінәжат еттім де, я Раббым, бір өзіңе мінәжат етем. Алақанымдағы көз лып етіп қайтадан жанды. Бұл нығмет кілті Аллахтың атын айтқандаған ашылады. Ізгі тілекпен не асылды іздесең, соның бәрін табасың. Періште маған бір күндей мұрсат берді. Әуелі әке-шешеммен қоштастым. Апам қимай мойнымнан құшақтап көп жылады. Құлыным-ай, азапқа бара жатырсың ғой деді. Әкем онша күйзелген жоқ. Қайта мүмкін болса, өзі де қосыла кеткісі кеп тұрғандай. Әлгі қамыспай көк соққан тірі болса, сәлем айтарсың. Сыраны әлі сылқылдатып жүрген шығар қасқаң деп күлмін қағып тамсанып қойды. Абай атаммен Мақан ағам бастасқан таныс білістің бәрімен қоштасып шықтым. Ең соңында ажармен жолықтым. Әдеттегідей ғашықтар көздарында сүйреніп жүр екен. Екеуі қолтықтасып алған. Жақындауға бата алмай біраз уақыт анандайдан қараларын бағып еріп отырдым. Әлде бір қызық әңгіме кірісіп кеткен. Анда-санда күлісіп, бір-біріне еркелей қарағанда бастары түйісіп кетеді. Бір алтын қанат сандуғаш қосылса, күлгендей дамылсыз сайран екеуінің иығына кезек-кезек қонады. Мұндай бақыттыларға әрине жер не, жұмақ не бәрібір емес пе? Еріксіз күрсініп алдым. Аспанға қарадым. Сыңсып бір тобаққы үйірлене ұшып жүр. Менің бала махаббатымнан жаратылған ақ құстар. Ақ қағазға көз жасымен қоса тамған жырларымның жыртып-жыртып лақтырған қиқымдары, жаралы жүректің жетім мұңын ажар енді естімейтіндей секілді. Қой бақыттарын қызғанағандай болмайын деп кері бұрылмақ едім. Ажардың сыңғырлаған күлкісінен амалсыз іркілдім. Көңілсізсің ғой, еркелей басым қасыма келді. Молдаш екі-үш қадам жерден жымиып бас изеді. Аққудың дауысы құлағымнан кетер емес едім күрсініп. Аспанға жалт қараған ажардың жүзінен аққулардың көлеңкесі көлбең-көлбең жүгіріп өтті. Сәл үнсіз түйіліп барып тіл қатты. Сол аққудың үні бала күнінде қанша қосымды жеткізбей кетті ғой. Екеуміз де үнсіз қалдық. Бір-бірімізге қарауға батар емеспіз. Бір ұялшақ сезім арамызды перделеп тұрғандай. Мен жерге қайтатын болдым дедім, үнсіз тұра бергенді қайсы көріп. Ой, жынды екенсің ғой, нұқыл, деді ажар, мұндайды күтпегендей сасқалақтап. Пештен кісі қашам екен, қызық емес маған. Неге? Мұнда менің ажарым жоқ. Мен бармын ғой, мен кемессің. Болғым келген өзіңнен көр. Басқа не істейін, бәрін жырларым айтты ғой. Ынжық болдың. Ынжықтығымның арқасында жынды атандым. Бәрін жүрегіммен жасаймын. Жүрексіз ештеңе істей алмаймын. Ажар ып-ыстық білеген мойным орап, аулалаған бетіме басты. Әне сенің жүрегің деді де ақулараға егін созып, жалған дүниедегі жылт еткен аз ғұмырының ұмытылмас құмыр күлкісін солардың үнін естимін. Қос қашыққа мерлене қарадым. Екеуінде екі қолыммен орай құшақтап өзіме тарттым. Бақыттысыңдар достарым. Екеуінің көзінен мөлт-мөлт етіп қос тамшы тамылып түсті. Қой, бақытты жандар жылай ма екен? Бақыттан жылайды. Молда шақсия күлгенде көз жасы бетін жауып кетті. Қасіреттің көз жасынан терең тұнық жоқ, бақыттың көз жасынан тұнық кәусары жоқ деді. Екі дүниедегі өмірдің екі ауыз сөзбен түйіндегендей. Мұрсатты сәтті сапарға шықтық. Періштенің қанатында қалықтап пейішті шайнала ұштым. Сәл бойымды қимастық билегендей төменге телміре қараймын. Әкем мен апам, ажар мен молдаш қоларын бұлғап жылап тұр. Қалың топ аңтарыла қарап айғай салды. Мына жындыны қара, қашып барады.
Тозақтың үстіне қалықтай ұшқанда өксіген, өкірген дауыстар бір сәт сап тиылып, таңырқай шу ете қалды. Бәрінен Сталиннің дауысы қатты шықты. Қан секектеген ызалы көзден ежірейтіп шыңғырып жіберді. Шіркін-ай, 30 жыл патша болғанша 30 күн жынды болсамшы. Әне пешті менсінбей кетіп бара жатқанын көрмейсің бе? Сираттың арғы бетінде теріс амалдарымды тапсырлайтын баяғы Кативан періште тағат сана күтіп тұр екен. Келдің бе, тұрқылтайым, білгем деп табалағандай күліп. Сол жақ қапталымның жанаса кетті. Жындылар пешке сыюшы ме еді? Бәсе, мұның орын тозақ болатын, тозақ. Бәрібір Раббыма ғана аян деді. Оң жақтағы Карибан періште ананың соңқылдай жөнелгенін жақтырмай. Міне, пештен қуып шыққан жоқ па? Қуған жоқ, өзі-ақ кетіп барады. Раббым кеңшілік жасап тілегін орындады. Шайтан екем аман болса әлі талай шатастырар деді. Сол жағымдағы Кативан періштеге қуана тыңдап. Көрерміз деді Карибан періште сабырлы үнімен. Алла оған ақыл сана берген. Сана бәрінде де бар. Кімге қорған боп жатыр? Нәпсіге тыйым салған инсапты ер бәрін жеңеді. Бір оңға, бір солға тартып екеуің тайталасып өтер емес. Барзақ әлемінде ұзақ ұшып 40 қат көкте де жеттік. Екі ғаламның шегіндегі көк қақпанға келгенде періштелер мені қаратынан түсірді. Ал енді біз бұдан былай саған көрінбейміз, даусымызды да естімейсің деді періштелер. Рухымыз екеуіңе қонып, бірі жақсыңды, бір жамансыңды теріп қатқа түсіріп отырады. Алдымнан көк қақпа жайлап ашыла берді. Тіршілік нұры жарқ етіп, бір аялыстық құшақ тербеште жөнелгендей елтіп елдердетіп барады. Ал оң амалың көп болсын деп, оң жағымда Карибан періште ұлын ұзақ сапарға шығарып сап тұрған қамқор анадай тілекші үнімен. Жолдасың шайтан болсын деді сол жақтағы Кативан періште сықылықтай күліп. Соны айтта екеуі ғайып болды.